Hello everyone, welcome back to my online English class. Оқушылар, біз алдыңғы сабақтарда ағылшынша сәлемдесу сөйлемдерін үйрендік. Ал енді бүгінгі сабағымызда ағылшын тілінде қалай жауап береміз, сол тақырыпта болмақ. Егер дайын болсаңдар, олай болса, тақтаға назар аударайық. Оқушылар, мен тағы да қайталап айтамын. When greeting someone in English, it's important to use the right level of formality for each situation. Айтайын дегенім, сіз ағылшын тілінде сәлемдесу сөздерін қолданған кезіңізде, яғни сол жағдайға сәйкес түрдегі сөздерді дұрыс деңгейде пайдалануыңыз бұл өте маңызды. Morning class. Hello. Hello. Morning. How are you? I'm fine. Thank you. And you? And you? Yeah. Yeah. Don't high five him. Who taught you to say that? Like all of our teachers. Like all of them. Ever. Сіз бәлкім оқулық кітаптарында жазылған бойынша How are you? Қалайсың? деп сұралған сұраққа I'm fine, thank you, and you? Мен жақсымын, рахмет, ал сенші? Деп жаттап үйренген болуларың мүмкін. Ал енді бұл сөйлемдердің барлығы дұрыс. Бірақ та ағылшын тілінде сөйлейтіндер егер How are you? деп сұрасаңыз, оған олар басқаша жауап береді. Ал олай болса, біз олар қалай жауап береді, соларды бірге көріп шығайық. How are you? How are you? Ал бұл сөйлемді біз өз тілімізге аударатын болсақ, сәлеметсіз бе, қалайсыз, жағдайыңыз қалай деген мағыналарды береді. Ал бұл жерде айтпақшы болғаным, шетелдіктердің How are you деп ахуал сұрағаны, ол сіздің нақ жағдайыңызды сұрап жатқан емес, қал жағдайыңызды сұрағаны емес, тек қана ол бір әдептілік түрде сәлемдескені. Яғни hi, hello дегенмен ұқсас, бірдей. Ал енді егер ахуал сұрап жатқан адам, ол сіздің жақыныңыз болса, достарыңыз білетін адам болса, онда оған I'm good, thank you деп қысқа жауап берсеңіз, ол менше біраз дұрыс болмайды. Сондықтан жақындарыңызға you want to go into details. Мысалы, оған егжей-тегжейін болып жатқан жағдайды оған айтуыңызға болады. Оқушылар, олай болса, тақтадағы мына сөйлемдерді бір рет көріп шығайық. Very well, thank you. Hey, how are you? I'm very well, thank you. Қалайсың? Сәлем. Өте жақсымын, рахмет. Good, thanks. You? Жақсымын, рахмет, сенші. Great. I'm great, thanks. And you? Мен жақсымын, рахмет, ал сенші. I'm pretty good. What is new with you? Мен өте жақсымын. Жағдайым жақсы, ал сенде не жаңалық? New деген жаңа деген мағына береді ғой. Сонда what is new with you? Сенде не жаңалық болып жатыр? How are you? Yeah, good. You? Жақсы, өзіңше? All right. You? All right. Дегеннің мағанасы да жақсыма, қалайсың деген мағана береді. Ал жалғастырайық. I can't complain. You? Can't complain. Ешқандай нәрсеге өкпем жоқ. Бәрі жақсы. Сенші? Never better. Бұның да мағанасы жақсымын деген мағана береді бұл жерде. Never been better. What about you? Менде бәрі жақсы, жағдайым бәрі дұрыс.
өзің қалайсың, сенші деген мағына береді. So far so good. So far so good. Менде де бәрі жақсы, дұрыс деген мағына береді. Ал жалғастырайық. Hey, how are you? Hanging in there. Бұл жердегі hanging дегенді біз өз тілімізге аударатын болсақ, бұл бір дүниені мысалы іліп қою, ілу деген мағына береді. Ал енді мына сөйлемдегі мағынасы әйтеу жақсымын деген мағынада. Not bad. Бұның мағынасы жақсымын, жаман емес деген мағынада. Оқушылар, біз жоғарыда көп қолданылатын қарапайым, simple, positive, natural түрде қолданылатын жауаптарды үйрендік. Ал енді біз келергі сабағымызда көптеген negative жауаптарды қалай қолданамыз, сол тақырыпта болмақ. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осы жерге дейін. Жоғарыда үйренген сөйлемдерді жазып, жаттап үйрену ол сіздің қолыңызда. Келесі кездескенше күн жақсы. See you later.